Бұл драма туралы неге ешкім айтпайды? Осы сөзді айтпағаныма біраз болған екен. Бүгін сіздерге аса хит емес, бірақ қызық дорамалардың бірін айтқым келеді. Ол «Чудесный мир». Басты рөлде Чха Ыну. Енді Ыну бірінші рет маған ұнады. Өйткені бұрынғы дорамаларында маған Инудың ойнағаны мүлдем ұнамайтын, мүлдем эмоциясын көрсете алмайтын. Ал бұл дорамада ол кішкене басында енді жағымсыз кейіпкер сияқты болып көрінеді. Сол жағымсызды бір өте жақсы сомдап шықты. Мен ойлаймын, Инуды бір маньяк бекен бір қаншердің рөліне шақырса күшті алып шығады. Драма не туралы? Бас кейіпкер әйел, жасы ұлғайған кезде барып қана ол ана бола алады, сондай махаббатқа бөленеді. Баласы бір 5-6 жас шамасында бір күні оның баласын көлікпен қағып кетеді. Ал қылмыскер ақталып шығады. Ашу келген анасы баласын көлікпен қағып кеткен адамды дәл солай оны да көлігімен қағып кетеді, кек алу үшін. Ал бірақ әйел әрине жазасын өтейді, 7 жылға бас бостандығынан айырылады. 7 жыл өтеді. Оған жас жігіт жақын болып бастайды. Түсінемін сізді деген сияқты солай жүреді. Ол Инудың кейіпкері болатын, бірақ Ину жайдан жай жүрген жоқ бұл жерде. Кек алу үшін жүреді. Неге кек? Өйткені ол жаңа әйел қағып кеткен кісінің ұлы, Инудың кейіпкері бір-бірінен солай кек алып жататын драма. Негізі аса бір таныла қойған жоқ, дегенмен де бір қызық дорамалардың бірі негізі. Дораманы көргендер бар ма, жоқ па? Олар бөлісе кетіңіздер.